Ассаламу алейкум ағайын. Өздеріңізге белгілі, биыл біздің 30 жылдық тәуелсіздік мерекеміз тойлануда. Осы іс-шараға байланысты біз бүгін балаларымыздың арасында интеллектуалды сайыс жүргіздік. Құдайға шүкір, балаларымыз өздерінің білімімен, біліктілігімен жақсы өнер көрсетті. Мен ризамын. Осындай балаларымыз өсіп өнсе, болашақта мықты азамат болатынына мен сенемін. Бүгін міне Салиха ұрпақ қоғамдық қорындағы береке балалар үйінің тәрбиеленушілер арасында интеллектуалды сайыс өтті, кереметті сайыс өтті. Жалпы Салиха ұрпақ қоғамдық қоры ұйымдастырып, мұрындық болып, Мирас академия білім беру орталығы қолдау көрсетіп, бірігіп атқарылған іс-шара өз деңгейінде керемет дәрежеде өтті деп ойлаймын. Жалпы барлығына алғысымды білдіремін.